Шехрезад 8-ші әзіл. Мәшһүр Жүсіпке арнады. Жазушылар Шоғыры Баянауыл, шығыстағы жер жәннаты орман тауы. Асан қайғы таңғалып айтқан екен, ат дерсін бас алмайды жерін шауып. Кел өлке әкелген талай дана, осы өлкеде толыпты зерек бала. Өз ақылды ойы шұқыр өткір тілді, өсіпті ол ерекше өзі дара. Медрестеде ескіше сауат ашып, 5 жасынан бастады оқып жазып. 8-інде халықтың қиссаларын жатқа айтатын өресі болды жарық. Ел ағасы Шорманың Мұса Сұлтан баладамға мәшһүр бол деп бата қылған. 7 тілді меңгерген адам Жүсіп жер жаһанға танылып мәшһүр болған. Танып біл, Құран кәрім бір Алланы, болмайды деді сұлтан сөз жалғаны, боласың ел ішінде мәшһүр Жүсіп деп айтқаны бәркелді бұл болжамы. Енді мәшһүр Жүсіп бір Аллаға, биліктің қанжарынан қан тамсада, хат жазды сарыарқаны біздікі деп жақпай қалды жандар алақ патшаға. Куәгері мәшһүр 2 ғасырдың, сынығысың ақын шешен асылдың, хақты жырлап болжап ең болашақты, КГБ-ның зәре-құтын қашырдың. Бір Алланың сөзі болды ұраның, Құран сөзбен асыл өлең құрадың, Яссауи мен Бұхар жырау дәстүрін абай ұқсап ұрпағыңа жалған.